Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы каналда мен сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Бүгінгі видеода декретке миллионмен. Дәл осы декретке миллионмен кімдер шығады, қандай төлемдер жасау қажет, қалай есептелінеді? Сол туралы толығымен айта кетейін. Декреттік төлемдер дегеніміз не? Жалпы декреттік төлемнің 3 түрі бар. Босануға дейінгі, яғни до-родовые выплаты. Бұл тек жұмыс жасайтын әйел кісілерге беріледі. Екінші төлем босанғаннан кейінгі бала тууына байланысты бір реттік төлем. Бұл төлемді жұмыс жасайтын да, жұмыс жасамайтын да әйел кісілер ала алады. Үшінші төлем 1,5 жасқа дейінгі бала күтімі бойынша төленетін ай сайынғы төлемдер. Бұл төлемді жұмыс жасайтын, жұмыс жасамайтын әйел кісілер алады, және де бала күтімі бойынша әкесі үйде отырған жағдайда ер кісіге де тағайындалады. Босануға дейінгі төлемді кімдер алады? Декретный төлемді тек жұмыс жасайтын әйел кісілер алады. Себебі жүктілігіне және босануына байланысты уақытша жұмыс істеу қабілетінен айырылғандықтан. Әйел жүктілігі бойынша демалысқа шыққанға дейін белгілі бір мөлшерде табыс тауып жүреді. Яғни сол табысынан ай сайын әлеуметтік сақтандыру қорына төлем жасап жүреді. Яғни социальный отчисление төлейді. Дәл осы социальный отчисление төлегендіктен мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры бір реттік төлем береді. Яғни декретке шыққан кезде. Босануға дейінгі төлемнің максималды мөлшері қандай? 2023 жыл үшін максималды босануға дейінгі төлемнің мөлшері 1,852,200 теңгені құрайды. Яғни бұл сума қалыпты жағдайдағы көрсеткішке тең. Тура осындай суманы сіздер бір немесе одан да көп жұмыс орнынан ала аласыздар. Ең бастысы, бізде социальный отчислениенің сумасы максималды мөлшерден төлеген жағдайда. Енді босануға дейінгі төлем қалай есептелінеді? Мен сіздерге формуласын айта кетейін. Ең бірінші бізге орташа айлық табысымызды біз жұмысқа жарамсыздық коэффициентіне көбейтеміз. Одан кейін 10% міндетті зейнетақы аударымын алып тастаған кездегі сума бұл сіздің декретныйыңыздың сумасы. Енді орташа айлық табыс мөлшері дегеніміз не? Сіз 30 аптаға дейінгі бір жылдағы айлығыңызды есептейді. Сол айлықты 12-ге бөліп, сіздің орташа айлық табысыңыздың сумасы шығады. Ал егерде сіздер тек 6 ай ғана жұмыс істесеңіздер, осы суманы қосып 12-ге бөлген кезде сіздердің орташа айлық табыстарыңыздың мөлшері шығады. Ал енді жұмысқа жарамсыздық күндер коэффициенті ол жүктілікке байланысты демалыс күндер саны, яғни босануына дейінгі 2 айды 70 күн деп аламыз, босанғаннан кейінгі 56 күнді қосқан кезде 126 күн шығады. Осы 126-ны біз 30-ға бөлеміз, сонда 4/2 коэффициент шығады. Дәл осы 4/2 коэффициент бұл қалыпты жағдайдағы коэффициент болып табылады. Сіздер табыстарыңызды, орташа айлық табыстарыңызды осы 4/2 коэффициентіне көбейтіп, одан 10% алып тастаған кезде сіздердің декретныйларыңыздың сумасы шығатын болады. Ал енді қандай жағдайда коэффициент өзгереді? Қалыпты жағдайда босанған әйелдерге 4/2 коэффициент есептелінеді. Ал тура осындай қалыпты жағдайда, бірақ қиын босану болған кезде, кесіртілігі немесе 2 одан да көп балалы болған кезде, бұл коэффициент 4/6-ға көтеріледі. Ал енді ядролық сынаққа түскен территорияда өмір сүретін әйелдерге қалыпты жағдайда 5/7 коэффициент көлемінде декретный береді. Ал ядролық сынаққа түскен территорияда өмір сүретін әйелдерге қиын босану болса, яғни кесіртілігі, немесе 2 одан да көп балалы болған кезде, бұл коэффициент 4/6-ға көтеріледі. Бұл коэффициенттерді біліп жүргендеріңіз дұрыс. Максималды 1,852,200 теңге қалай шығады? Декретке шығатын әйелдерге ең жоғарғы айлық ретінде 490 мың теңге есепке алынады. Бұл қайдан шыққан сума? Біз білеміз, декретке шығатын үшін бізге социальный отчисление өте маңызды рөл ойнайды. Сол социальный отчисление ең жоғары мөлшер ретінде осы 7 минимальный заработная плата есепке алынады.
2023 жыл үшін 70 мың теңге ең төменгі жалақы мөлшері. Осыны жетіге көбейткен кезде 490 мың теңге шығады. Егер де сіздер осы бір жыл бойы 490 мың теңге табыс тапқан жағдайда, соны 12-ге көбейтіп, оны 12-ге бөлген кезде 490 мың теңге шығады. Яғни бұл бір жылдағы орташа айлық табыстың мөлшері. Осы 490 мыңды біз 4-2 коэффициентке көбейтеміз, яғни қалыпты жағдайдағы коэффициентке. Сонда 2 миллион 58 мың теңге шығады. Дәл осы 2 миллион 58 мың теңгеден 10% міндетті зейнетақы аударымдар ұсталып қалады. Сонда сіздер қолдарыңызға алатын суммаларыңыз 1 миллион 852 мың 200 теңгені құрайтын болады. Дәл осы сумманы сіздер 2023 жылы декретке шыққан кезде алатын боласыздар. Енді декретке шығатындар үшін табыс деп нені есептейміз? Жаңа біз айттық, 490 мың теңге біздің табысымыз деп есептедік. Себебі бұл бізге ең жоғары мөлшерде социальный отчисление төлеу үшін қажетті көрсеткіш. Ал енді көбісі қателеседі. Декретке шығу үшін пенсионный отчислениеге қарайды деп. Жоқ, сіздер қателесесіздер. Дәл декретке шығатын кісілер үшін социальный отчисление өте маңызды рөл ойнайды. Сіздер жалдамалы жұмыс жасап жүрсеңіздер, сіздің табыстарыңыздан 10% міндетті зейнетақы аударымдарын ұстайды, Енді сіздің табысыңыз 120 мың теңге болса, одан 10%-ны алып тастаған кезде 108 мың теңге қаралады. Дәл осы 108 мың теңгеден 3,5% көлемінде социальный отчисление жүреді. Ал енді сіздер декретке шыққан кезде, сіздің декретный ішіңіз табысыңыз 120 мыңнан емес 108 мың теңгеден есептелінетін болады. 2023 жылы 1 шілдеден бастап декретке шығатын ИП иелері тура осы формуланы қолдану қажет. Яғни сіздер табыстарыңыздан 10% алып тастайсыздар. Сол алынған суммадан барып социальный отчислениенің суммасы шығады. Енді есептеп көрсек. 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап ИП иелері өздері үшін төлемді есептеу формуласы өзгерді. Яғни сіздер ең алдымен табыстарыңыздан 10% пенсионға алып тастайсыздар. Сол қалған суммадан 3,5% социальный отчисление есептеулеріңіз қажет. Мысалы, енді біз 6 айға дейін 2023 жылдың 490 мың теңгеден доход көрсетіп отырдық. Ал бірақ 7 айдан бастап бізге бұл сумма жеткіліксіз болады. Себебі 490 мыңнан 10% алып тастап, одан 3,5% алған кезде біздің социальный отчисление мөлшері мүлдем азайып қалады. Есептеп көрсетейін, 490 мыңнан 10% алып тастаған кезде бізде 441 мың теңге болады. Дәл осы 441 мың теңгенің 3,5%-ы 15.435 теңгені құрайды. Ал егер де сіздер максималды мөлшерде декретні алу үшін осы сумма жеткілікті деп ойлайсыздар, бірақ ол сумма жеткіліксіз болады. Сол себепті 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап біз өзіміз ИП иесі болған жағдайда табысымыз кемінде 545 мың теңгеден кем болмауы қажет. Артық болуға болады, бірақ кем болмауы қажет. Не себепті? Дәл осы 545 мың теңгенің 10%-ын біз пенсионға төлейміз, яғни 54.500 теңге. Сол қалған сумма, яғни 490.500 теңгеден біз 3,5% социальный отчисление төлейміз. Сондағы шыққан сумма 17.167 теңгені құрайды. Ал біз білеміз, ең максималды социальный отчислениенің суммасы 17.150 теңгеден аспау қажет. Егер де бұл суммадан артық төленген жағдайда, сіздердің декретных төлемдеріңізге отказ келеді. Сол себепті ең максималды социальный отчисление мөлшерін асырмау қажет. Социальный отчисление максималды мөлшері қалай есептелінеді? Енді қараңыздар, максималды сумма алу үшін әлеуметтік сақтандыру қорына біз аударылатын социальный отчислениенің максималды мөлшері бар, оны есептеп көрсетейік. Яғни ол 7 минимальная заработная плата. Соның 3,5%, яғни минимальная заработная плата бізде 70 мың болса, бізде 490 мың теңге айлық шығады. Дәл осы 490 мың теңгенің 3,5%, 17.150 теңгені құрайды. 2023 жылы декретке шығатын кісілерге айтар максималды социальный отчислениенің мөлшері 17.150 теңге болады.
ай сайын қандай төлемдер төлеу керек? ИП иесі сіз болсаңыз, онда сіз дәл касса арқылы 545 мың теңгеден кем емес табыс көрсетуіңіз қажет. Дәл сол суммадан сіздер 10%, яғни 54.500 теңге пенсионға төлейсіздер, 17.150 теңге социальное отчисление төлейсіздер, 4.900 теңге медстрахование төлейсіздер, және де 8.175 теңге ИП налог төлейсіздер. Соцналог сіздер төлемейсіздер, себебі біз социальное отчисленияны максималды мөлшерден төлегендіктен ол сумма 0-ге теңеледі. Және ай сайынғы кассалардың суммасын қосқан кезде осы сумманың барлығы сіздің расходтарыңыз болып есептелінеді. Енді декреттік демалыс қалай тағайындалады? Жалпы сіз жүкті болған кезден бастап 12 аптасында учетқа тұрасыздар. Сол учетқа тұрған кезде акушер-гинекологыңызға немесе дәрігеріңізге айтуыңыз қажет. Мен өзімнің ИП-ім бар, немесе мен жұмыс істеймін, содан мен декретке шығамын деп айтуларыңыз қажет. Сол кезде сіздер жүктіліктің 30 аптасына келген кезде сіздерге больничный лист береді. Дәл сол больничный листқа сіздің жұмыс істейтін жұмыс орны атауы жазылады, немесе өзіңіздің ИП-іңіздің атауы жазылады. Сол жақта барлығы толтырылып, сізді сол 126 күнтізбелік күнге сіздер декреттік төлем алатын боласыздар. Енді ары қарай жәрдемақы және әлеуметтік төлемдерді анықтайтын көрсеткіштер. Бізде ең маңызды көрсеткіштер минимальный заработная плата білуіміз қажет. Сонымен қатар минимальный прожиточный минимум суммасын білу қажет. Бұл не үшін қажет? Енді бала күтімі бойынша төленетін жәрдемақыны есептеу үшін қажет. Яғни бұл жұмыс істемейтін әйел кісілерге. Ал егер де сіздер жұмыс жасаған жағдайда бұл төлемдердің суммасы әлдеқайда көбірек болады. Енді ол сіздердің табыстарыңызға байланысты көрсеткіш. Ал енді бірінші бала үшін бұл 20.868 теңгені құрайды. Екінші бала үшін 24.673 теңгені құрайды. Үшінші бала үшін 28.441 теңгені құрайды. Төртінші және одан да көп бала үшін 32.245 теңге мемлекет тарапынан бала күтімі бойынша төлемдер береді. Бұл жұмыс жасамайтын әйел кісілерге берілетін сумма. Ал жұмыс жасайтын әйел кісілердің суммасы бұдан көбірек шығады. Егер де сіздер декретке ешбір отказсыз шыққыларыңыз келсе, менде сопровождение бар. WhatsApp нөмірімен хабарласыңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.